Сәлем достар, біздер бүгін метриканы телефон арқылы жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге написано фото приложениесі қажет болады. Галереядан өзіміз жүктеп алған керекті шаблонды аламыз. Мәселен, мен өзіме галереядан қажетті шаблонды алдым. Мен ылғаған байланысты алдым, яғни есімін жазамыз, Абай. Оның шрифтін өзгертуге болады, әртүрлі қылып. Размерін де кетсеңіз болады. Түсін өзгертуге болады. Стилін өзгертуге болады. Солай. Енді қазір бойын жазамыз. Солай. Әдеттегідей, онынан жазады. Түсін өзгертеміз. Размерін өзгертеміз. Шрифтін өзгертеміз. Енді бізге уақыт керек болады. Сөйден 18:00. Оны сағат ішіне сәйкес келетіндей қылып, размерін өзгертеміз. Шрифтін өзгертеміз. Түсін өзгерттік. Енді ата-анасын жазуға қажет болады. Мәселен, Темірлан, Райжан. Размерін өзгертеміз. Бұның түсін өзгертеміз. Осымен дайын. Сохранить фото деп бастау, содан кейін результатын қарауға болады. Енді результаты осылай телефон арқылы көп уақыт алмайды. Әрі кетсе 5 минут. Осылай дайын әдемі метрикаларыңызды өздеріңіз үйден де дайындап алуға болады. Қолжетімді бағада. Каналымызға ұнаса жазылыңыз.